Assalamualaikum көпшілік. Фотоэлемент 6 ампер тексан прожекторге жалғап көрсететін боламыз. Жалпы фотоэлемент дегеніміз күннің батқан не шыққан біліп команда беріп тұратын құрылғы болып табылады. Яғни выключатель ештеңе қажет жоқ, өзі айырып қосып тұрады. Күн қараңғы болғанда қосады прожекторды, жарық түскенде сөндіреді. Және де бұның бір ескере кететін жағдай, прожектордың жарығына тұрып қалмау керек. Егер де жарығы түссе, прожектордың өзінің білмей қалады, күн бе әлде прожектордың жарығы ма. Және бұл жердегі көк нөлевой N қоңыр фаза фотоэлементке бірден жалғанады. L және де қызыл прожектордың фазасына жалғанатын болады. Команда беретін осы провод. Бұның 25 амперлігі бар, әртүрлі енді прожекторлерге байланысты. Соны 50 ваттық диодты прожекторге қосып көрсетейін. Фаза қай жағында екенін анықтап аламыз. Бұл енді индикатор, қолға да осылай жағына береді. Қолға да енді осылай жағына береді. Бұны шатасып кетпеу үшін бұл жағына тигізбейміз. Міне, бұл жағы фаза, бұл жағы 0. Қазір сіздерге бұны жалғап көрсетейін. Реттілік бойынша жалғап қойдық. Жаңа айтылған прожектордың қоңыр кабеліне, тініне, қызыл фотоэлементтен шыққан тінді жалғадық. Көк нөлевой барлығына общий прожектор мен фотоэлементтің қосып жалғадық. Және де қоңыр фотоэлементтің тіні, ол осыған келіп фаза келіп кіреді. Қазір жарық бұйысы жарық көрсетеміз. Фазаны салып қойдық. Нөлевой салып қойдық. Енді фазаны салатын боламыз. Осы жерде өте сақ болған жөн. Жалпы бұлай келесіде қайталамаңыздар бұлай. Және де біз тұрған жер жарық болғандықтан фотоэлементті сәл бұлай қараңғы қылып басамыз. Міне, өздеріңіз көргендегіңізде прожектор жанып тұр. Жарыққа сөнді. Жалпы үй жағдайында өздеріңіз егер де күндіз қондыратын болсаңыз, өздеріңіз қолбақтарыңыз кигізіп тастауға болады. Сонда білесіздер фотоэлемент жасап тұр ма, жасамай тұр ма. Қазір сіздерге тағы да білет көрсетіп жіберейін. Міне, көлеңкеге жасап тұр, айырып тұр. Осы жалғанып әтті.